Көптен күткен шешім шықты. Мемлекеттік грант иегерлерінің тізімі жарияланып, мыңдаған талапкерлер мен ата-аналардың арқасынан ауыр жүк түсті. Кейбіреулері бұйырып, баға ашылып қуанғандар да бар, ал енді бұйырмады деп салы суға кеткендер де бар. Бірақ бұл әлі соңы емес. Грантта өз тізімін көргендер енді ары қарай не істеу керек, ал таппағандар үшін қандай мүмкіндік қарастырылған? Биыл негізгі бірыңғай тестілеуге 233 мыңға жуық талапкер қатысты. Түлектер тестті 2 рет тапсырып, ең жоғарғы нәтижемен грант конкурсына түсті. Нәтижесінде сынаққа қатысқандардың 76%-ы шекті балл жинаған. Ал ең жоғары 140 баллды Павлодар мен Қызылорда облысының 2 түлек алған. Сондай-ақ 800-ге жуық ерекше білім беру қажеттілігі бар балаға тең жағдай жасалды. Жалпы бакалавриат бойынша қарастырылған 75 мың грантқа 120 мың оқушы өтініш берген. Кадрларға деген қажеттілік болжамына сәйкес гранттардың 60% инженерлік техникалық кадрларды даярлауға, 20% педагогикалық және 20% басқа бағыттарға бөлініп отыр. Биыл республикалық бюджет қаражат есебінен бакалавриат бағдарламаларына 75 мыңнан астам білім беру гранты қарастырылған. Шілденің 13 мен 20 аралығында гранттар конкурсына қатысу үшін шамамен 127 мың өтініш қабылданды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 14 мыңға жуық өтінішке артық. Конкурстың алдын ала қорытындылары бойынша талапкерлер арасында аударма ісі, психология, білім беру бағдарламалары, сондай-ақ педагогикалық бағыттағы және кейбір инженерлік бағыттағы мамандықтар ерекше сұранысқа ие болды. Грант нәтижесі жарияланған соң жеңімпаздар үшін ең басты кезең оқу орнына құжат өткізу басталады. Грант иегерлері таңдаған университеттеріне белгіленген мерзім ішінде құжаттарын тапсыруы тиіс. Оқу орындарының қабылдау комиссиясы күшейтілген жұмыс режиміне көшеді. Бүгін мемлекеттік білім беру гранттарының нәтижесі жарияланды. Барлықтарыңызды шын жүректен құттықтаймыз. Ендігі кезек сіздер өздеріңіздің түскен жоғары оқу орындарыңызға құжаттарыңызды тапсыруларыңыз қажет. Яғни құжат тапсырудың соңғы күні ол 25 тамыз болып табылады. Бірінші курсқа түскен талапкерлердің қазір көптеген ата-аналарда талапкерлерді мазалайтын сұрақ бұл университетте жатақханамен толық қамтамасыз етіле ме деген нәрсе. Біздің университетте бірінші курстың студенттері толық жатақханамен қамтамасыз етіледі. Яғни университеттің жатақханалары әр оқу корпусының жанында орналасқан. Сондықтан сіздер уайымдамай жатақхана мәселесін толық шешілген деп қабылдасаңыздар болады. Қазіргі уақытта республикалық комиссия өз жұмысын толық аяқтады. Талапкерлердің ОБД сертификаттары мен грант куәліктері 3 күн ішінде жеке кабинеттерінде қолжетімді болады. Ал биыл жолы болмаған түлектерге әлі де мүмкіндік бар. Олар ақылы негізде оқуға түсе алады, немесе колледждер мен университеттердің ішкі гранттарын сарапқа салуына болады.